Ассалауму алейкум, апа-сіңлілерім. 2-2 жарым сағат уақытыңызды ажыратсаңыз, шаңарақ ағзаларыңызға осындай алтындай жылтыраған жұмсақ борсылдақ пирожкилер пісіріп, кеуілінен шығасызлар. Бірінші аппара, яғни ашытқы таярлаудан бастаймыз. Ыдысымызға ярым литр сүт, 1 стакан су, ысырақ болу керек, 2 үлкен қасықта құмшекер, 10 грамм дрожжа, 5 қасық ұн салып, араластырып, ыдысымыздың бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Апарамыз көпірген соң 60 граммдай сұйық май, 1 майек, 2 шай қасық тұз салып, араластырып, жұмсақ қамыр илеп, үстін басып, орап ашытуға қоямыз. 7-8 картошканы, 3 пиязды тазалап, турап, кастрюльға картошкаларымызды салып, тұз салып, су құйып, пісіріп аламыз. Піскен соң езіп, табада томат салып, қуырмалаған пиязымызды салып, тұз, қара бұрыш, укроп, паприка салып, жақсылап араластырамыз. Ашыған қамырымызды майда бөліктерге бөліп, зуалалап аламыз. 10 минутқа үстін бастырып қоямыз. Зуалаларды қолменен жайып, картошкалы қимамызды салып, бөгеміз, және 15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Майымызды жақсылап қыздырып алып, қызуы қайтқан соң майда көбірек ұсылап пісіріп аламыз. Ошағымыздың астын әсте қойып, қатты қызып тұрған майда пісірмең, қамыры шикі болып қалуы мүмкін. Ас болсын, һәммеге жағымлы іштей.